Қазалы ауданында Сыр өңірінің руханият әлеміндегі шоқтығы биік тұлғалардың бірі жыраулар дәстүрінің көрнекті өкілі Ерімбет Көлдебекұлының 175 жылдығына орай мәдени шаралар ұйымдастырылып, тарихи тұлғаның есімі ұлықталды. Тарихи танымдық шаралар алдымен аудан әкімінің орынбасары Дәурен Тілеумбетов пен шараға арнайы келген қонақтардың қатысуымен Қазалы қаласындағы Қарасақал Ерімбет атындағы ескерткішке гүл шоқтарын қою рәсімімен басталып, шайырдың рухына құран бағышталды. Мұнан кейін қонақтар Қазалы қаласындағы Ғани Мұратбаевтың мемориалдық музейімен танысты. Сонымен қатар шайырдың ұрпақтары да Қазақстанның өзге де қалаларынан арнайы келіп, баба жайлы тың әңгімелерді тарқатты. Мына Қарасақал Ерімбет атамыз, бұл кісі бізден Ақшабатыр деген бар Қызылда. Мұнара тұр, көрген шығарсыздар. Сонда Ақшабатырдың мына орта жүздің батырлары бар. Қанжығалы Бөгенбай, Олжабай, Кекбай. Соныменен замандас болған дейді Ақшабатыр ұрпағы. Ақшабатырдан 5 бала болады. Бірінші Көлбай, Көлдейбек, міне. Сосын Қалыш, Аманбай, Бұланбай. Бұланбайдан біз тараймыз. Көлдейбектен мына Ерімбет атам. Көлдебектің 5 баласы болады. Адай, Атымтай, Атамтай, Құсманбет, Ерімбет. Ерімбет кіші баласы болады. Сосын бұны Жанқожа батырдың сарбаздарының бірі болады, Көлдебек. Сол құда түсіп, Жанқожаның Ақмырза деген қызын Көлдебек атамызға алып береді. 2002 жылы Қазақстан Республикасынан Ақтөбе қаласына көшіп келгенмін. Сол жерде бір Ақтөбе қаласының Қарасақалдарының атынан келіп отырмын бұл жерде. Атамызды бәріңіз білесіз, тек Қарасақал емес, бұл Қазақстан барлық сауатты адамдарын бәрі таниды бұл кісіміз. Бұл кісіміздің халыққа істеген еңбегі күшті, бәріңіз де білесіз. Ағайыншылықтың, бұл ауызбіршіліктің бір себебі бұл жерде тек Қарасақал емес, басқа далаларда қатынасып отырыпты. Сол ауызбіршіліктің несі бол, бізде енді немерелерімізге, шөберелерімізге осыны үйретіп барамыз. Ерімбет Көлдебекұлының 175 жылдық мерейтойы бұл тек Қазалы өңірі үшін ғана емес, күллі қазақ әдебиеті мен өнері үшін айтулы тарихи белес. Ерімбет шайыр ұлттық поэзиямыздың көркемдік қазынасын байытатын ірі тұлғалардың бірі. Шешендігімен, терең танымымен, замана келбетін жырмен өрнектеген шеберлігімен елдің жүрегінен жол тапқан. Оның термелері мен толғаулары елдік пен ерлікке, ынтымақ пен имандылыққа үндеген құнды рухани мұра. Бүгін біз ұлт руханиятының ірі тұлғаларының бірі Қарасақал Ерімбет Көлдебекұлының 175 жылдық мерейтойына жиналып отырмыз. Бұл тек бір ақынның мерекесі емес, бұл халқымыздың поэзиясының және рухының мерекесі. Ерімбет атам 19 ғасырда өмір сүріп, ел мен жердің тағдыры жырымен өрнектеген, әділдік пен имандылықты ту еткен шайыр. Ол тек ақын емес, ел қамын жеген, сөздің киесін ұққан, әділдікті жырлаған ойшыл тұлға. Бүгінгі ұрпақтың парызы осындай тұлғалардың мұрасын зерттеп, дәріптеп келешекке жеткізу. Роза Бағланова атындағы аудандық мәдениет үйінде қазақ жыршылар өнерінің көрнекті өкілі Қарасақал Ерімбет Көлдебекұлының туғанына 175 жыл толу мерейтойына арналған Сыр сөйлеуге Қарасақал Ерімбет атты республикалық ғылыми танымдық конференция өтті. Конференцияда аудан әкімі Алмасбек Исмаханов қазақ жыраулық өнерінің көрнекті өкілі жайында сөз қозғап, тарихи тұлғаның мерейтойы қарсаңында өткізіліп отырған ғылыми танымдық конференцияның маңызына тоқталды. Сайыр Ерімбет Көлдебекұлының толғау термелері мен ағылға толы дастандары өзіндік қайталанбас ерекшелігі бар қазақ руханиятының алтын арқауы. Халық жүрегінен орын тапқан баға жетпес мұра деп айта аламыз. Бұл жауһар туындылардың бүгінгі ұрпаққа аман есен жетіп, халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан ауыз әдебиетінің кең қанат жаюына және сөз айтыс өнерінің дамуына өз ықпалын жасады. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында қазақтың ауыз әдебиетін жазба әдебиетпен үйлестіріп, ескі мен жаңаға, мәдениет пен исламды ұштастыра білген Ерімбет десе қателеспейміз. Қарасақал Ерімбет 19 ғасыр сыр бойында өмір сүрген атақты жырау би шешен, әрі ел ішінде әділдігімен, тапқырлығымен, өткір сөздерімен халық құрметіне бөленген тұлға. Конференция барысында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты Берік Жүсіпов Қарасақал Ерімбет ауызекі айту дәстүрінің шайырлық поэзияға ұласу үдерісі тақырыбында баяндама жасады. Ерімбет шығармашылығының басты ерекшелігі жадидизм мен қадимизм ағымдарының, яғни жаңа мен көненің арасындағы аралық дәстүрдің өкілі бола білуінде. Оның шығармаларының мазмұнынан бұған қатысты көптеген мәліметтердің көзін түртіп көрсетуге болады. Әрине, оны көрсету үшін шайыр шығармашылығы дамыған ғылым жетістіктеріндегі методологиялар арқылы қайтадан зерделенуі тиіс.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің профессоры Ұлжан Жаншеева Ерімбет Күлдебекұлының толғау термелеріндегі ғибраттық ойлар туралы баяндады. Мәселен, ерегісіп біреуді жәбірлеудің өзі қал, сөз асырып менсінбеу емес, ол да айламал. Білімсізден жөн сұрап, адасып болмақ жолда дал. Ақылмен шеш мың сауал, басыңа қиын істесе, кемеңгерлерге кеңес сал деген термесінде ақын адамды қоғамдық ортада суреттеп, оның мінез құлқын көрсету арқылы образын ашар. Адам ісімен ғана емес, мінез құлқымен, адамгершілігімен бағаланып, ол адамға ақыл тозбайтын тон, ғылым таусылмайтын кен екенін кеңес беру арқылы ұғындырады. Осылай айтқан нақылдары халық санасында екшеліп сұрыпталып, тыңдаушысын әсерге бөлейді. Ерімбет Күлдебекұлының 175 жылдық мерейтойына арналған шаралар облыс әкімдігінің қолдауымен, облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен Бағланов атындағы аудандық мәдениет үйінде ұлағат жырым ұрпақ атты республикалық жыршы жыраулар байқауына жалғасты. Республикалық байқауға Астана, Алматы, Қызылорда қалалары мен Маңғыстау облысы мен Қармақшы, Арал аудандарынан жыраулық дәстүрді жалғап келе жатқан 11 жырау қатысты. Байқау шарттары бойынша қатысушылар шайыр Қарасақал Ерімбеттің терме толғау айтыстарынан бір шығарма және еркін тақырыпта бір шығармадан үзінділер орындады. Байқау қорытындысы бойынша жүлделі 3-ші орын Қармақшылық ең жас термеші Талант Балтабайға, Астана қаласынан келген жыршы Базарбайұлы Сұңқарға және Қазалы ауданынан қатысқан жыршы Айдос Тұрарға бұйырды. Ал жүлделі 2-ші орында Алматылық Нұртуған Ұлдана мен Айдынды Арал ауданынан келген жыршы Гүлжамал Бейісова иеленді. Байқаудың 1-ші орны Қызылордалық қобызшы Марат Сүгірбайға табысталды. Ұлағат жырым ұрпақ атты республикалық жыршы жыраулар байқауының бас жүлдесін Қызылорда қаласынан келген жыршы Жақсан Жәнібек иеленді. Қарасақал Ерімбет жалға біз Қызырдың бойына емес, Түркменстан, Қарақалпақстан беткейіндегі қандастарымызға шығармашылығы етене таныс және сол жақтағы қандастарымыздың қолында қадірленіп сақталып отқан талай хаттарды бүгін мінекей зерттеушілер, іздеушілер Ерімбет атамызды соны тауып, хаттап халыққа ұсынып жатыр. Шара құтты болсын. Біз бүгін бұйырса Қарасақал Ерімбеттің ең ауқымды шығармаларының бірі Сәдуақас Сахи деген үлкен дастанын алып келіп отырмын. Шара жалғасын таба берсін. Жыраушылардың әрбір сөзі мен әуені көрерменнің жүрегіне жетіп, Ерімбет мұрасының құдіретін сездірді. Кеште жыраудың ел бірлігі, адамгершілік пен намыс туралы толғаулары жаңаша үнмен өріліп, тыңдаушыларға рухани азық сыйлады. Назым Қараева, Ақжол Нұрғали, Серіктігі телеарнасы.